Ерекше тағдырлар, ғажайып мүмкіндіктер, адам нанғысыз деректер, шынайы өмір. Дәл қазір көріңіздер. Мұсылман әлемінің үздік зергері Карл Фаберже орденінің иегері. Түрлі елдің мемлекет басшылары бір-біріне тарту еткен сыйлықтардың арасында оның әшекейлері бар. Қазақстан президентінің инаугурациясына арнап белдік жасаған, ал Иордания патшайымы оның әшекейлерін тағып жүр. Енді мына жерлерін бетеп, не сияқты оқылды. Көрме бар? Берік Әлібай, ұлы даланың хас шебері. Фаберже мен зергер Әлібай, оларға ортақ нәрсе не? Патшайымның көз тартар әшекейлері. Гай Юлий Цезарьның қандай қатысы бар? Астана, Экспо 2017 халықаралық көрмесі, Этноауыл. Қазақстанның үздік шеберлері осы жерде бас қосқан. Зергер Әлібайдың киіз үйінен балғаның дыбысы естіледі. Балалар жазылды. Шебердің айтуынша оның әшекейін Иордания патшайымы тағып жүр. Мұны растайтын суреттің әлеуметтік желіге жүктелгеніне 1 жылдан асқан. Патшайым қазақтың ұлттық әшекейлерін ұнатқан шығар. Оны еще тяжелее бұл серги. Патшайымның ұнатқан сырғасы ауырлау болатын. Ол оны тері белдігіне жапсырып қойыпты. Ал білезікті қолына тағып жүр. Қазақ зергері патша елмен жолыққан емес. Бұл үкіметтік сыйлық болатын. Бірақ қазір Иорданияда өтетін көрмеге дайындалып жатыр. Төл мәдениетіңді таныстыру үлкен жауапкершілік жүктейді, дейді Берік Әлібай. 1991 жылы біз президент инаугурациясына арнап белдік жасадық. Бұл бұйым қазір Алматыдағы орталық мұражайда сақтаулы тұр. Белдік көптеген халықтың дәстүрінде ерлер мен әйелдер киімінің ерекше бөлігі саналады. Қазақтың салты бойынша белдік азаматқа күш сыйлайтын тұмар секілді. Ол теріден, барқыттан жасалып, асыл тастармен, алтынмен безендірілген. Берік күмістің адам денсаулығына пайдасының зор екенін айтады. Ертеректе саусағында сақинасы жоқ әйел дайын асқа қол тигізбеген. Күміспен суды залалсыздандырған. Шебердің туындылары көздің жауын алады. Ол Фаберже орденіне ие болған Қазақстандағы алғашқы адам. Ерекше еңбегі және Қазақстан зергерлік өнерінің дамуына қосқан үлесі үшін ұлттық дәстүрді сақтап жалғастырғаны, ұлттық зергерлік бұйымдар топтамасын жасағаны, сондай-ақ жоғары шығармашылық жетістікке жеткен үшін марапатталды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, бұл мен үшін ең қымбат марапат. Зергердің қолына шыққан туындылар болашақ ұрпаққа арналған алтын қорға енетін шығар. Мысалы, мынау қалыңдықтың алқасы ауыр болғанымен өте әдемі. Мынау күміс және алтын жалатылған әшекей. Бұрын әйелдер тойға немесе үлкен жиындарға осындай әшекейді тағып баратын. Қазірде осының жеңілдеу нұсқасын жасауға өтініш түсіп жатыр. Бұрын әйелдер тіл көзден сақтану үшін тұмар сияқты осындай әдемі әшекейлерді таққан. Шебер күмістен жасалған көптеген бұйымдардың Ұлы Отан соғысы жылдарында жоғалғанына қынжылады. Кеңес одағы жеңіске жету үшін ауыл әйелдері әшекейлерін темір ретінде өз еркімен тапсырған. Оларды табу енді мүмкін емес. Ерте заманда бір сәукеленің құны 100 жылқының бағасына тең болған. Әжелер күні бүгінге дейін маған әшекейлерін алып келеді. Кейбір әшекейді сатып алу үшін зергерге 10 түйе, 10 жылқы бергендерін айтады. 10 бөргілік давал, 10 коней давал отта. Бүгінгі таңда мұндай тауарлардың бағасы түскенімен сұраныс бар. Ұстаханада шеберге қажетті заттар тізіліп тұр. Дәнекерлейтін шам, қысқаш, балғалар, тағысын тағылар. Әрбір бұйымды әдемі жасауға тырысасың. Дәнекерлейсің, кесесің, өлшейсің. Үлгілер сызбаларға қарамайды. Өйткені тапсырыс бойынша жұмыс істегенді қаламайды.
Бұл шығармашылық ойды тұсаулайтын көрінеді. Берік Әлібайдың айтуынша әрбір әшекейдің терең мағынасы бар. Қазақ халқы 300-ден құралған. Міне ұлы жүз, орта және кіші жүз. Қазақты жүзге бөлуге болмайды. Бәріміздің тамырымыз бір. Вот так объясняем сейчас людям. Мы с одного корня вот так. Ағаш деп ойлаған. Жарайды. 4 баласының біреуі әкесінің жолын қуған. Әзірге шеберханада ұсталықтың қыр-сырына дейін қойып жүр. Беріктің өзі де бала кезінде атасынан үйренген екен. Ол ұстаздан шәкірт озат деген өсиетке сенеді. Да, он переводчик. Ол ағылшын тілін біледі. Менің аудармашым. Қазір менің орныма шетелге барып жүр. Сонда шеберлік сабақтарын өткізеді. Былтыр Жапонияда болды. Сианға, Шанхайға, Үрімшіге, кейін Берлинге барды. Ол жақта халықаралық туризм көрмесі ұйымдастырылған еді. Құралдарын алып барып, заттың жасалу жолдарын көрсетті. Кәдімгі ағаштан ойып жасалған қақпа. Үй иесі қонақ келсе қуанып қалады. Ауласы шығыс базар секілді. Құмыралар, сандықтар, киіз үйдің жасаулары, жүк артатын малға арналған жабдықтар. Бәрі бар. Мынау сирек кездесетін көне самаурын. Керосин сюда заливайся, здесь это. Такие самовары тоже. Менде шығыс самаурыны бар. У меня есть восточный самовар. Оны қарапайым самаурындардың арғы атасы деуге болады. Отцы этих самоваров. Оларды салыстыру үшін жинадым. Қонақтар келгенде Тула самаурының шығыс самаурын көріп таңғалып жатады. Восточные самовары. И вот современные самовары тульские. Они все удивляются даже. Тұрмыстық заттар, қару-жарақ, мәнеттер, көне әшекейлер, төл туындыларын арнап бір зал жасауды жоспарлап отыр. Аулада қолдан тоқылған кілем тұр. Мынаны ісмердің жанын салып жасағаны байқалады. Айлап, жылдап тапжылмай отырып, өз қолымен тоқыған. Ал фабрикадан шыққан кілемдерден мұндай жылылық байқалмайды. Керісінше, қолың тигенде электр тоғы соғады. Бұл денсаулыққа зиян. Шетелдіктер не үшін қолмен тоқылған кілемді сатып алады? Олар бәрін біледі. Олар ақылдырақ. Мынау менің шеберханам. Ғимарат әлі кеңейтіледі. Осына көркем өнерде үйренгісі келетіндер көп. Ұстаханада зергерлердің заттарын ілуге арналған қалқан бар. Дайын тұрған көрнекі оқу құралы. Мен шәкірттеріме ертеректе бабаларымыздың зергерлік бұйымдарды қалай жасағандарын көрсетемін. Олар әр аймақтың әшекей жасау тәсілімен танысады. Осының бәрін балықтуға дайын тұрған адамдар да бар. Менің оған қолым бармайды. Берік Әлібай туып өскен Жамбыл облысындағы бір ауылда 40 адам зергерлік өнерге бет бұрған. Олардың бір қатары Беріктен үйренген. Мен туып өскен ауданда жеке көрмемді ұйымдастырдым. Барлық жұмысымды алып бардым. Қалаға қатынауға кез келгеннің шамасы жете бермейді. Сондықтан ауылға барып, өзіміз көрсетуіміз керек. Музейге жұмыстарымды сыйладым. Этнографиялық заттар, кілем, құмыраларды мұражайға сыйға тарттым. Подарил музею. Бұл тастарды ұнтақтауға арналған құрылғы. Бір ғасыр бұрын жасалғандықтан мұражайдың қымбат экспонатына айналған. Ескі агрегат күні бүгінге дейін істеп тұр. Біз оны айналма шарық деп атаймыз. Ол бұлай бұралады. Ал мұнда өңделген тас киіз жатыр. Мынаған май құю керек. Әрбір шебер құрал жабдықтарын өздері жасаған.
Да, изготавливали сами себе вот инструменты. Мынау алдын ала дайындалған көгілдір асыл тас. Шегемен мықтылап бекітілген. Мұндай тас патшаның тәжінен де, қатардағы жауынгердің тұмарынан да табылған. Қазақтың көне әшекейлері де қызғылт сары түсті ақықпен безендірілген. Ертеректе бабаларымыз мынау асыл тас адамды жасартады, оның бойына қуат береді деп сенген. Мынау мұсылманның тасы қызғылт сары түсті ақық. Көгілдір ақықты осылай тегістеп, содан кейін жалтыратқан. Берік Әлібай 80-ші жылдары Талдықорғандағы тас өңдеу зауытында тәжірибеден өткен. Зауытқа тастар бүкіл одақтан жеткізілген. Мұны біреулер өндіріс қалдығы санаса, жас зергер қазынаға балаған. Ол әреттік төрт бұрышты осылай кескен, ал қалдығын қоқысқа лақтырып тастайтын. Біз бәрін теріп алдық, ешқайсысын тастаған жоқпыз. Қазірге дейін пайдаланып келеміз. Алматыдағы зауытта қарапайым жұмысшы болып еңбек етті. Өнер училищесінің 3-ші курсында оқып жүргенде темір материалдарды өңдеп, жақсы тәжірибе жинаған. Ұстаздарымыз бізге сенбеді. Сендер бәрібір Лениннің суретін саласыңдар. КСРО жасасын деп жазасыңдар деді. Сурет салмағанмен мүсіндерді жинады. Міне олардың барлығы қаз-қатар тізіліп тұр. Бұлар шетелдік саяхатшылар мен коллекция жинаушылардың назарына ұсынылады. Олар тарихи жәдігерге аса қызығушылық танытады. Вот здесь полирую. Мына жерді жалтыратамыз. Из Англии. Мына ыдыс Англиядан әкелінген. Сол елден келген саяхатшылар тарту етті. Мұражай заттары осылай құралады. Бәрін бір күнде жинай алмайсың, уақыт керек. Шебер мұражайындағы экспонаттар үнемі толықтырылады. Залдардың бірін көне бұйымдар деп атауды жоспарлаған. Білезіктер, сырғалар, темекі сауыттар. Мыналар енді өзінің жеке заттары. Бұған әтір, су құюға болады. Ерекше безендірілген қылыштар, пышақтар. Бұлар батыр ерлігінің ерекше белгісі. Гай Юлий Цезарь әскери қару-жарақтарды алтын, күміс және асыл тастармен әшекейлеуге бұйрық берді. Ол сарбаздар шегініп бара жатса да әдемі безендірілген қаруларын тастап кетпейді деп үміттенді. Ол ойы дұрыс болып шықты. Мынау мұсылман әлемінің құрметті зергеріне берілетін марапат. Орден зубаржатпен безендірілген. Мұндай марапат жыл сайын берілмейді. Менің атам нағыз ұста болатын. Мен оған ұқсаймын ба? Иә, ең алдымен еңбекқорлығы атасына тартқан. Өзі жасайды, бұрынғы шеберлердің заттарын қалпына келтіреді. Құрметті азаматқа ұсынылатын жеңілдіктерді пайдаланбапты. Шипажайға, демалыс орнына ешқашан бармаған. Мен 8 жыл бұрын ата қалдым. Маған тиесілі жеңілдікті пайдаланып, ешқайда бармадым. Қолым тимеді. Мен реставрация қызметін басқарамын. Қарамағымда 25 адам бар. Металл, тері, ағаштан жасалған бұйымдарды, жұмсақ кілемдерді қалпына келтіреміз. Қалпына келтірілген заттардың арасында ерекше жәдігер бар. Ол Абылай ханның шапаны. Шапан қазір мұражайда тұр. Берік Әлібай көне әшекейлерді жаңғыртып, өзінің сүйікті кәсібімен айналысып жатыр. Көбісі сіз қорықпайсыз ба деп сұрайды. Бұл заттарды ұнату керек. Егер ұнатып тұрсаң, қандай жамандық көруі мүмкін. Керісінше көне жәдігерлер қуаныш сыйлайды. Берік Әлібай көне бұйымдарды өте бағалайды. Бұл зиялылықтың белгісі. Көнеден жеткен заттарды сақтап, жаңа өмір сыйлағысы келеді. Ол қолы алтын хас шебер.